Рамадан айында шайтан лаин кісенделеді. Кісенделген уақытта көресіздер, жамағат мешітте толады. Таравих намазы келеді. Көпшілігі 5 уақыт намаз оқымайды. Алайда сол достарды, сол көршілерді, сол ағайындарды мешітке алып келіңіздер. Құрметті жамағат, Рамадан бұл айтқандай тақуалық ай. Барынша күнә істерден тыйылайық. Имам Ғазали рахимулла былай дейді: Рамазандағы тұтатын оразашының 3 дәрежесі бар дейді. Бірінші, ең төмен дәреже қарапайым халықтың оразасы дейді. Ішіп жеуден қосылған тыйылады болды, бірақ күнә істерден тыйылмайды. Көзмен қалаған нәрсені көре береді, құлақпен қалаған нәрсені ести береді. Ода Алла уәде еткен сауабын ала алмайды дейді. Тек қана мойнына фарызы түседі дейді. Екінші дәреже бар, олар көздің, құлақтың, тілдің оразасы дейді. Ішіп жеуден қосылған тыйылады, қосымша қалған ағзаларды күнә істерден сақтайды. Көзбен қалаған нәрсесін көрмейді. Тек қана шариғат рұқсат берген нәрсесін көреді. Өсек айтпайды, ғайбат айтпайды. Бүкіл ағзаларды харамнан сақтайды. Өйткені ораза ол тыйылу деген мағына. Үшінші дәреже ол әулиелердің, шыншылдардың оразасы дейді. Ол жүректің оразасы дейді ағайындар. Жүрегіне Алладан басқа нәрсені кіргізбейді дейді. Жүрегі Алланы еске алумен толған дейді. Алла субхану ва тағала шынайы осындай екінші дәрежелерге ораза тұтушылардан Алла тағала бізге нәсіп етсін.